Қайырлы күн, құрметті достар. Рудныйдың ортақтандырылған кітапхана жүйесі мемлекеттік тілде кітапхананың оқу залы бөлімінің қызметкері Төлегенова Нұрсәуле Темірханқызы. Бүгін оқу залы бөліміне келіп түскен жаңа кітаптарды назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Ақын, жазушы, драматург, айтыскер Ерік Асқаровтың «Кірлеме менің жүрегім» атты туынды кітабы. Бұл кітапта сырға толы лирикалық әңгімелері, өлеңдері, поэзиялары, поэмалары, аудармалары еніп отыр. Жазушымыз Серікбай Байқоновтың «Алтай асу» атты аңыз кітабы. Бұл кітапта жылқы мен түйені іздеп Тибетке сапар шеккен аңызгер адам туралы айтылады. Келесі Әкім Таразидың «Тұлпардың ізі» атты шығарма романы. Бұл кітапта хан тәңірі Мұқағали Мақатаев туралы топтастырылып жазылған. Ақын жазушымыз Фариза Оңғарсынова апамыздың шілде өлеңі. Бұл кітапта әртүрлі тақырыпта жазылған өлеңдері және жырлары жазылған. Сонымен қатар біздің кітапханамызда, қорымызда өнер саласында туралы жазылған кітаптар бар. Композитор, дирижер Әли Алпысбаевтың «Жетісу жер жанаты» ән қойнауында деп аталады. Бұл кітапта әртүрлі тақырыпта күйлер, ән текстері, өлеңдер жазылған. Сонымен Гүлсайру Далғабайдың «Саз сырнай» аспабына арналған хрестоматия. Бұл кітапта саз сырнай туралы толық мәліметтер және оның жалпы шығу тегі, құрылысы туралы жазылған. Келесі Жанат Ахмадиевтің «Қазыбек қазы» кітабы. Бұл кітапта билер туралы айтылған, Әйтеке би, Қазыбек би және де Бұқар жырау туралы жазылған. Сонымен қатар біздің кітапханамызда бүлдіршіндерге де арналған кітаптар бар. Солардың бірі «Көктемнің мөлдір талшысы». Бұл кітапта көктем туралы, көктем аясындағы табиғат, сол туралы мәліметтер, өлеңдер жазылған. Мархабат Байғұттың шығармалы жинағы да бар. Өзіміздің белгілі ақын жазушымыз қостанайлық Ақылбек Шаяхметовтың «Сенім» атты кітабы. Бұл кітапта жалпы түріктік мәдениет пен әдебиетті дамытуға қосқан үлесі үшін Махмұд Қашқари атындағы халықаралық сыйлықтың халықаралық алаш сыйлығының лауреаты Ақылбек Шаяхметовтың жаңа жинағына бұған дейін республика баспаларында жарық көрмеген жырлары топтастырылған. Бұл бөлім 4 бөлімнен тұрады. Табиғат, туған жер, достық, сенім кітабы деп аталады. Барлық оқырмандарды кітапханамызға келіп, жаңа кітаптарды жақынырақ танысуға, оқуға шақырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.